Ассалаумағалейкум, қалайсыздар халқым? Қош келдіңіздер Ауыл Кайф каналына. Сіздерге айтатын жаңалығымыз бар. Қазақтың өнер әлемде танытқан Димаш Құдайберген, Дінмұхаммед қазіргі жерлесіміз әлемде бірінші рет елімізде концерт беріп, қазақ өнер әлемге танытып жүр. Әлем әйгілі қазақ әншісі Дінмұхаммед Құдайберген 1994 жылы Ақтөбе облысында дүниеге келген. Ол көпшілікке Димаш атымен танылған. Оның әкесі Қанат Айтбаев және анасы Светлана Айтбаев танымал әншілер. Димаш ата-анасы әжесіне біріншісі немересі, бала кезінде ата-әжесіне тәрбиесін алып өскен. Дінмұхаммедтің Раушан мен Әбілмансұр есімді екі бауыры бар. Олар өнерден алыс емес. Айта кетейік, Димаш жасөспірім жастық шағында бір нотаны 23 секундқа дейін созып орындай алған. Ол бала кезінде түрлі ән байқауларға қатысып, жүлде орындаған ие болды. Небір жүлделерге ие болды. Алайда Фестиваль басқадағы халықаралық ән байқау жасөспірім атты жарыстарда бас жүлдесін жеңіп алған. Осыдан кейін жас орындаушысы қайталап жобасында бір жылға жуық уақыт миллионер болып жергілікті таңғалдырған. Алайда 2017 жылы Димаш бұл жобада екінші орынға ие болды. Қазіргі жерлесіміз әлемнің бірінші еліне концерт беріп, қазақ өнерін әлемге танытып жүр. Біз қазақ еліне және қазақ ұлтына әлемді көрсеткен Димаш өнері бұл біздің әр халқымыз өзіндік ерекшелігі болды дегенмен құпиямыз. Яғни біз осы ерекшелігін көрсетуіміз керек, ал оны бүгін көрсете алатын адам жалғыз, ол Димаш Құдайберген. Бір кездері жергілікті тұрғындар талантты қырынан қарап өте мақтанышпен айта аламыз.